Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгінгі сабағымыз Платонская ОМК-ны енгізу. Ең алдымен өзіміздің логин паролімізбен Платонская кіреміз. Содан соң мына меню қатарында ОМК деген меню бар. Соны басамыз. Басқаннан кейін өзімізге тиісті сабақ тауып аламыз. Бірінші ПЦК-ны көрсетеміз. Жыл 2019 семестр, екінші семестр. Сосын мына жерден өзіміздің беретін сабағымызды тауып аламыз. Учебная практика, технические средства информатизации деген учебная практикасы. Соны басамыз. Басқан соң мына жерде академический потоктың аты, сосын мына жерде добавить деген бар. Добавитьқа бассақ, біздің ОМК-мыздың тұрған жерін көрсетіп, соны скачать етеміз. Открыт. Названиясына көшіріп қосатын болады. Названияға өзінің атын бере салайық. Негізі мына жерге ағылшынша жазса, анаяқта көрініп тұрады. Дейміз. Сосын жүктеледі. Жүктелген мына жерде көрініп тұрады. Новый ОМК создан. Келесін тағы добавить ететін болсаңыз, қайтадан басасызда осы жерден көшіріп қоя бересіздер. Артқа қарай қатсаңыз, мына жердегі сіздің ОМК-ңыз пайда болады. Сосын тағы да бір айтып кететін жайт. Платонста задание берген кезде, мысалға бір группаға задание берейік. Мысалға бір студентке дей салайын. Бір студентке таңдадық. Енді мына жерде добавить ссылку деген бар. Соны басқан кезде бұл ОМК-ны көрсетесіз. Мына ОМК-да сіздің енгізілген файлыңыз көрсетіліп тұрады. Дұрыс па? Біздер мына жерде жаңа дұрыс таңдамадық. Екінші семестр учебная практика біздікі. Технические средства. Технология практически какой-то. Технические средства из инжекта. Добавит. Жаңа шықпаған себебі біздерде сабақ технические средства емес, басқа сабақты алды. Содан кейін шықпай қалды. Егер дұрыс таңдасаңыздар, мына жерге шығу керек. Міне, көрдіңіз, технические средства information деп тұр. Галочка қойсаңыз, добавить етіңіз. Міне, ссылка ОМК-ға сілтеме жасадық. Осылай.
сурактарыңыз болсо коюңуздар. Назарларыңызга рахмет.